Қараңыз жігіттер, мынау ұрықтың проценті нормальный, 50%, 60%, бірақ бала жоқ. Бірақ морфологиясы төмен болып тұр. Не себептен бала алмай жатыр деп сұрайды. Қараңыздар, бұл жерде морфология дегеніміз не? Морфология дегеніміз ұрықтың құрылысы. Біздің екі қолымыз, басымыз, көзіміз бар, құлағымыз сау. Осы сияқты ұрықтың басы, мойны, құйрығы бар, денесі бар. Егер де осы басында, болмаса мойнында, болмаса құйрығында ақаулықтар болса, бала көтере алмауы мүмкін. Түсіп қалуы мүмкін әйелдің баласы. Өйткені туылса да аномалиямен туылуы мүмкін. Соған бұл неге маңызды? Өйткені морфология бұл ұрықтың хоть сізде 100 миллион ұрық болсын, хоть сізде 500 миллион ұрық болсын, оның ішіндегі 1% ғана сау болатын болса, бала болмайды. Өйткені бұны тератозооспермия деп айтамыз. Яғни ұрықтың морфологиясының, құрылысының дұрыс болмауы. Егер осы құрылыс дұрыс болатын болса, әйел бала көтереді. Ал енді қараңыздар, бұл неге маңызды? Өйткені құйрығының ақаулығы, сперматозоидтардың құйрығы бұратылып қалуы мүмкін, оралып қалуы мүмкін, болмаса бастары дәу болуы мүмкін, кішкентай болуы мүмкін, екі бас жабысып қалуы мүмкін. Осы сияқты ұрықтардың ақаулықтар көп болатын болса, бұл сіздерде бала болмауына алып келеді. Бұл әрине азоспермиядан кейінгі екінші ауыр диагноз. Бұл жағдайда көп жағдайда экоға жүгініп жатады. Бірақ Алланың қалауымен ем әрекет жасатқан адамдарда бала болу мүмкіндігі бар. Ал енді достар, қарап отырсаңыздар, бұл морфологияны тексереді. Көп жағдайда біз спермограмманы жібереміз. Сол кезде спермограммаға қосып морфология деп ана сапсыратымыздар, сіздің спермаңыздың морфологиясын лаборатория анықтап береді. Зертхана тексеріп, нақты қанша морфологиясы болып тұрғанын, қанша процент болып тұрғанын, қанша көлем болып тұрғанын тексеріп анықтап беруге болады. Ал енді морфологияңыз дұрыс болмай жататын ба, оны әрекет жасамасаңыз, сізден әйеліңіз бала көтермейді. Олай болса достар, сіздің бойыңызда осы морфологиядан тератозооспермия болды ма, онымен қалай ем жүргіздіңіз, қалай күрестіңіз, бала болды ма, не істедіңіз, осы жөнінде сіздердің астарыңызға, осы жөнінде сіздер осы комментарийға пікір қалдырып кетсеңіздер, осы комментарийдағы пікірді мен міндетті оқитын боламын және жауабын беретін боламын. Олай болса осы бала болмау мәселесі бойынша, бесплодие бойынша сұрақтар болатын болса, менің жеке ақыл консультацияма келем дейтін кісілерді астына нөмір қалдырамын. Осы нөмірге хабарласып, жеке қабылдауыма жазыла аласыз. Амандық жүрейік, әрқашанда ұрық сапамызды көтеріп, бақытты болуымызға үлес қосайық. Аман сау болыңыздар.